осы музей ше жалпы бізге не үшін керек осы жәдігерлер, көне жәдігерлер жалпы жастарға түсінікті болу үшін ше осы нәрселер не үшін осыларды мысалы сақталу керек, не үшін бұлар андай маңыздылығы. иә маңыздылығы да бұл Мынау жайнамаз, бұл да 100 жыл шамалап қалған жайнамаз. Бұл жайнамазды қарындасы ағасы намазға жығылғанда ниет қылып қолдан тоқыған екен. Бұл жерде жайнамазда енді үлкен ашып көрсетсек болады мына жерде енді, бірақ айтайын дегенім сәжде ізі дейді ғой, алақан қойған жерлері ойылып кеткен. Былайша айтқанда бірнеше жыл намаз оқылған жайнамаз. Мен бұны сақтауының бір мақсаты, біз исламға 90 жыл келген жоқпыз. Біздің ата бабамыз бұрыннан намазхан, бірнеше 100 жылдардан бері. Ал ол кісілермен бүгінгі намазхандардың айырмашылығы қандай?